өмірде мынандай екі түрлі әйелдерді, екі типтегі әйелдерді айтып берейінші сіздерге. Яғни, жоқтан бар шығарып отыратын шүкіршіл әйелдер болады да. Ал бардан жоқ қып отыратын қанағатсыз масыққан әйелдердің түрі болады ғой. Яғни, жаңағыдай жоқтан бар шығарып отыратын әйелдерге мен риза болам ше. Мен көрдім да, өз көзіммен ше, көрдім. Жаңағыдай үйінде бір ұны болса, бір майы болса, бір картошка, пияз болса, бітті. Содан неше түрлі нәрсе шығарады ғой. Неше түрлі нәрсе шығарады. Содан нанын да пісіреді, бауырсағын да пісіріп қояды, еще пирожкин да пісіріп қояды, еще анадан тәтті қылып кеспе көжеде істеп қояды да. Жоқтан бар шығарып отыратын әйелдер бар ғой. Блин, сондай жақсы көрем сондай әйелдерді. Жақсы көрем сондай әйелдерді. Ал анау бардан жоқ қып шығарып отыратын әйелдер бар ғой. Енді оларға сөзім жоқ. Бар ғой, айтсаңдаршы. Бар ғой ондай әйелдер, я? Бар. Кешкісін үйге күйе бергенде ше, тамақ жоқ қой үйде. Жоқ қой үйде, жоқ. Ана жерде еті тұрса да, картошкасы шіріп жатса да, жоқ қой, кәні. Ет деген сүрленіп кеткен, мен одан қалай тамақ жасайым? Дәм бұзылып кеткен, картошка шіріп кеткен. Жоқ қой үйде, жоқ. Суши заказ бере салайықшы, пицца заказ бере салайықшы деп, сөйтіп, бардан жоқ шығарып отыратын әйелдерге бар ғой, енді мен таңғалам бар ғой. Сондай қанағатсыз, ондай әйелдерді масыққан дейді ше. Масыққан дейді. Таңғалам сондай әйелдерге ше. Дәтігі анау, даже күйеуі соңғы ақшасын шығарып, сушиға, пиццаға заказ береді ғой, соңғы ақшасын шығарып, соны жеп, бір тойғанына мәз болып отырады ғой. Таңғалам сондай әйелдерге бар ғой. Ужас бар. Бар ғой ондай. Мойындасаңдаршы. Бар ғой. Барлық нәрсе шынымды айтсам бар ғой. Осы әйелдерге байланысты. Әйелдерге де байланысты. Бүкіл нәрсені еркекке де жауға болмайды. Сондай ақылды әйелдер бар ғой өмірде ше. Жақсы көресің ғой сондай әйелдерді. Ақылды әйелдерді. Аман болыңыздаршы әйелдер. Аман болыңыздаршы.